сәлеметсіздер ме, құрметті оқырман? Әңгіме өмір атты арнама қош келдіңіздер. Менің арнама тіркеліп, әсерлі әңгімелерді тыңдай отырыңыздар. Бір сен үшін. Бірінші бөлім. С қаласы. Шағын ғана қаланың келбеті күннен күнге көркейіп келеді. Бой түзеген зәулім ғимараттар қаланы ажарландырып жіберген. Сеңдей соғылыспаса да, бірнеше мыңдаған тұрғыны бар бұл қаланың көшесі бос болған емес. Шеткі ауданды жайлаған ескілердің төбесінен көтерілген күн сәулесі биік ғимараттан асқанда ғана қала тіршілігі қайнайды. Есілген көлік, ерсілі-қарсылы жосылған халық. Түтіні будақтаған шыны зауытының да жұмысы қыза бастайды. Ашылғанына көп болмаса да, қала халқының біраз бөлігін жұмыспен қамтыған. Арман қуып келген жастары қаншама. Және осы арманшыл жастардың біріне қатысты оқиғаның басы осы қаладан басталған. Себебі басты кейіпкеріміз, жігітіміз осы қаланың тұрғыны. Осы шыны зауытының басшыларының бірі болып келетін Жасқат өмір жолында кездескен қиындықтарды жеңе ала ма? Әлде кез болған сынаққа сүріне ме? Оны әңгіме барысында білетін боласыздар. Ендеше оқиғаны әрі қарай баяндайын. Жасқат дәулетті отбасыда өмірге келгендіктен, өмірінде жоқшылықты көрмеген, дегені дереу орындалатын жандардың қатарында. Ерке тотай, өзімшіл деп айта алмайсың. Салмақты мінезі бар. Бірақ бір әттеген-ай, өз қалауымен жүруге тырысса да, ана ықпалынан аса алмайтын. Әкесі қалалық аурухананың бас дәрігері. Үйде болғаннан түзде жүргені көп. Сондықтан ба, ананың айтқаны орын алатын. Қандай мамандық таңдайсың деп сұралмады да, бұл үшін бәрі шешілген. Өзі де қарсыласпады. Кейін жаңа ортаға топ еткенде жан-жағына қарай бастады. Бодаудан босауға тырысты. Оқуын бітіріп, Алматыда қалуға тырысқанмен, ата-ана, әсіресе ана тағырласты. Таныстарын сала жүріп, жақында ғана ашылған шыны зауытының басшылығына топ еткізіп отырғыза қойды. Іштей қарсыласқанмен бас тарта қоймады. Осы жерде оқиға шарықтай бастайды. Себебі Жасқат екінші кейіпкеріміз Алуамен кездескен болатын. Сұңғақ бойлы, талдырмаш денелі, қара торы жүзіне ұзын етіп өрілген мұрымы рең беретін бойжеткен. Алуа да осы шыны зауытына жұмысқа орналасқан болатын. Диплом алғанына көп болмаған. Жұмыс іздеудің үстінде еді. Ауданда ашылған шыны зауыты туралы естіген бойда қарап отырмады. Қабылдандыңыз дегенді естіп қуанып қалды. Қуанышы қойнына сыймай, ауылдағы ата-анасына қоңырау соқты. Дімкәс әкесі жұмыссыз болса, анасының тапқаны өздерінен артылмайды. Артынан ерген бауырлары бар. Әзірге мектеп қабырғасында. 1-2 жылдан соң үлкен өмірге қадам аттайды. Оған дейін жұмыс жасап, қаражат жинасам деген арманы бар. Аудан орталығында тұратын нағашы ағасының үйіне тұрақтаған. Алғашқы жалақымды алған соң бөлек шығамын деген ескертпесіне нағашы жеңгесі қарсылық білдірді. Мінезі ашық жеңгесінің мейірімділік танытқанына риза болды. Ешқашан еңбектен қашқан емес. Әкесінің денсаулығына байланысты барлық шаруа анасына артылған. Сол күшті жеңілдету үшін бұл қара жұмыстан да қашқан емес. Оқу оқып жүргенде де ешкімге салмақ салмауға тырысты. Анасының тапқанына көзін салмақ түгілі сұрай алмады. Медициналық колледжге ақысыз негізде түскені үшін алатын шәкіртақысы бар. Қосымша даяшылыққа барды. Әйтеуір 3 жылды оқуды барынша өз күшімен оқуға тырысты. Ендігі арманы ата-анасына көмектесу. Бірақ бұл арманын орындау біраз уақытқа дейін
мүмкін болмайтынын, ол аз десең өмірдің сынағына тап болатын бойжеткен сезбеген еді. Ол кезеңдерге де асықпай жетеміз. Балам, әлі де ойланып көрерсің. Әкеңнің бас дәрігер деген білдей атағы бар, деді Айша баласына қарай кесені ұсынып. Апа, бұл тақырып жайында айтарымды айттым. Мен Алуаға үйленемін. Келіскен жоқпыз ба? Деген Жасқат анасына өтіне қарады. Маған олай қарама. Менің ойлағаным сенің болашағың. Қу тақырдың қызынан басқаларды толып жатыр, көзіңді ашып қарасаңшы, деді Айша сөзін жалғастырып. Апа деген Жасқат анасына ызғарлана қарады. Қолындағы кесені үстел үстіне тарс еткізіп қойды да орнынан атып тұрды. Әке, апам айтыңызшы, деген Жасқат әкесіне жалына қарады. Баланың мазасын алма, таңғасымызды ішуге мұрсат берші. Сен ақ ыңылдай бердің ғой, алам деген қызын алады. Осымен әңгіме тоқтасын, деген Абзал үстел үстін сарт еткізді. Абзалдың ашуынан ыққан Айша үнсіз қалды. Бет әлпеті жыбырлап барып басылды. Орындығын бар күшімен итере салған Абзал артына бұрылмастан ас үйден шыға жөнелді. Бөлмесіне келді де диванға қонжия кетті. Ашуын әзер тыйып ойға шомды. Алуаны ата-анасымен таныстырғалы бері анасының айтары осы. Той уақыты жақындаған сайын ызылы үдеді. Жоқ, бұл Алуасынан бас тартпақ емес. Сүп-сүйкімді сүйіктісінен басқаға көзін сала алмайды. Онымен алғаш рет зауыт асханасында жолыққан. Екеуі кездейсоқ соқтығысып қалған болатын. Жүзін көтерместен басын изеп кете барған қыздың қылығына аңтарыла қараған. Кейін зертханада жасайтынын, есімінің Алуа екенін анықтап білді. Амалын тауып танысып алды. Араға 2 ай салып, қызға үйленуге ұсыныс білдірді. Мұның қылығына таңғалды ма, Алуа көпке дейін жауап бермеді. Сенімдісіз бе? Танысқанымыз жаңа ғана. Асығыстық танытып тұрған жоқсыз ба? Деп сызылған Алуаға. Сенімдімін. Өзіңсіз өмірімді елестете алмаймын деп жұбатты. Көлік тұрағы жанындағы адамдар қарасы едәуір. Жүгіріп жетті. Жерде жатқан егделеу ер адамнан тіршілік белгісі байқалмайды. Жанында жүрелеп отырған бойжеткен. Әке, сізге не болды? Көмектесіңіздерші, деп шырылдауда. Бір-екі жан телефондарын алып қоңырау соғуда. Аңсат отыра қалып науқастың тамыр соғысын байқады. Әлсіз естіледі. Біреуінің қоңырауы түсті ме? Алло, жедел жәрдем. Сәтпаев көшесі 16-ші. Көшеде ер адам құлап жатыр дегенді құлағы шалды. Басын көтерместен жүрек талмасы тез жетсін деп тапсырма берді де өзі алғашқы көмек көрсетуге кірісті. Көп ұзамай дабыл белгісі естіліп, жедел жәрдем де келіп жетті. Үсті басын қағып, ретке келтірген Аңсат сағатына қарады. Жұмыстың басталуына 20 минуттай уақыт бар. Үлгеруі тиіс. Ерте шыққаны жақсы болған. Көлігін оталдырды. Облыстық аурухананың хирургия және травматология бөлімінде жұмыс жасайтын Аңсаттың күнделікті жұмысы адам өміріне араша түсумен болады. 7 жылдық тәжірибесі бар білікті маман. Той күні жақындаған сайын Айшаның да дегбірі қаша бастады. Үнемі айтқан екетпейтін баласы бұл жолы қарсылық танытуда. Депутатпен құда боламын деген арманы орындалмайтын түрі бар. Жоқ, ол қызға үйлендіріп қоя алмаймын. Бір мәнісі болу керек. Айшаның көздегені Сая мен Жасқатты үйлендіру болатын. Сая Жасқаттың сыныптасы, әрі аудандық маслихаттың депутаты Болат мырзаның қызы. Болаттың жұбайы Дариғамен көрген жерде болашақ құдағи деп қалжыңдасып қалатын.
Кезінде екеуінің кездескендерін білуші еді. Ойланып отырғанда телефоны шыр ете қалды. Абзал екен. Комиссия келеді. Жұмыстан кешірек келемін дегенін естіп орнынан тұрды. Баласы да кешігіп жатыр. Газ плитасында тұрған қазанның астын өшірді де жасаулы дастарханның бетін жинақтап қойды. Жалғыз өзіне ас батпасы анық. Даңғырайдай 4 бөлмелі пәтердің ішінде артық дыбыс жоқ. Тым-тырыс. Төргі бөлмедегі диванға қисая кетті. Телефонын алып, әлеуметтік желіге бас қойды. Той суреттері мен видеоларды көрсе, асықпай қарап шығады. Баласының тойына қатысты өзгеше ойлары болған. Кедейдің қызын алды деп, халықтың өсе кетері анық. Кеудесі ашып қоя берді. Құрбысы Гүлмираның нөмірін терді. Мұның соққанын тосқандай тез көтерді. Алло, қалайсың? Деп басталған әңгіме бірнеше сағатқа созылған. Абзал мен Айшаның өмірінен аз кем түсініктеме бере кетейін. Абзал ауылдан шыққан қарапайым жігіт болатын. Арманы дәрігер болу еді. Аттай 7 жыл оқып, аудандық аурухана қызметке тұрады. Айшамен танысты. Бойжеткеннің әкесі осал жан емес екен. Зейнетке шықса да, беделдігін жоғалтпаған. Айша жалғыз қызы. Көп ұзамай отбасылы болды. Қайнатасының ықпалы ма, әйтеуір қызметтік мансабы өсе берді. Бас дәрігердің орындығына жайғасқанына да біраз жылдар болып қалды. Жасқаты көп күттірген перзенті. Айшаның еркелігін көтеріп, бетіне жел тигізбеуге тырысты. Барлығын уысымда ұстаймын деген мінезі болмаса, жаман жан емес. Әсіресе баласына қатысты пікірде екеуі жиі сөзге келісетін. Дегенмен жылап-сықтап Айша жеңуші еді. Бүгінде елуді еңсесе де шашына қылау түспеген, ертеңді денелі Абзалдың бар арманы баласын үйлендіріп, немерелі болу. Атадан жалғыз ұрпақ еді, баласы да жалғыз. Жасқаттан тарқар ұрпақтың көп болуын тілейді. Бұл оның ішкі тілегі. 25 жылдан астам ботасқан Айшаға да айтпаған. Алуаны көргенде іші жылып сала берді. Есілген биязы мінезі мен әдептілігін де аңғарды. Қызындай қабылдауға бар. Әттең тек Айшаның әңгімесі жанына батады. Айшаға қандай мінездеме беремін, әңгіме желісінен білуге болады. Оның да жасы 50-ді еңсесе де бет әлпетінен кәріліктің табы білінбейтін. Құлағы мен саусақтарындағы алтындарын жарқыратып таққанға жаны құмар. Тіп-тік жүрісінен паңдылығы сезіліп тұрады. Айналасына месінбей қарайтынын өзгелер бірден байқайтын. Дегенінің орындалғанын қалайды, және соған жетпей қоймайды. Баламның болашағы деп сабылғанымен, барлығы өз абыройы мен атағы үшін екенін сезбей келеді. Кейін өкіндірер қылық жасамаса болғаны. Қыркүйектің қақ ортасына белгіленген тойдың күні жақындап келеді. Жасқат пен Алуаның жұптары жазылған емес. Жұмысына бару үшін ерте шығатын Жасқат жол бойы Алуаны да ала кететін. Жұмыстан соң жеткізіп салуды ұмытпайды. Сағаттап айтылатын әңгімелері таусылмайды. Болашаққа құрған жоспарларын сөз етеді. Жанын жеген ойларымен бөліскенде, атанаңды көшіріп әкелеміз деп деме беретін Жасқатқа Алуа сүйсіне қарайтын. Кешкі астың дастарханына жиналған үшеуі де үнсіз. Көпке созылмады. Айша: балам, бүгін сауда орталығынан Саяны көрдім. Сенің үйленетініңді естіп мұңайып қалды, деп әңгіменің шетін шығарды. Апа деген жалбарына үн қатқан баласына: енді көргенімді айтқаным, мен үшін сенің бақытты болғаның керек, көнбеске амам қалды ма, деп бүрсінді. Жасқат та Абзал да жалт қарады. Айшадан мұны күтпеген. Олай қарамаңдар, өз баламның бақытына балта шаппайтын шығармын.
мені монстр көруді қойыңдар дегенінде абзал терең тыныстаған. Ішін кернеген ауыр ойлардан жеңілдеп қалғандай. Баласы да жадырап сала берді. Алуаға қарсы емессіз бе? Деді сеніңкіремей. Қарсы болғанда да, болмағанда да мені тыңдар түрің жоқ. Жеңілуіме тура келді деген сәтінде баласы келіп құшақтай алды. Апа, рахмет, қарсы болмайтыныңызды білгемін. Әйтпесе Алуаға қиын болар деп ойлаушы едім. Қуантып қойдыңыз деген даусында діріл бар. Жарар, отырып асыңды іш. Той көйлегін менсіз таңдадыңдар. Ең әдемісін әрі қымбатын қарайық. Алуаға айтшы, ертең кездессе алар ма екен? Ертең жұмыс күні, сенбі жексенбіге болмай ма? Тым тақап қалады. Ұзартуы мен қысқартуы болса ше? Түскі үзілісте шыға алмай ма? Мен такси жіберейін деген анасына. Апа, таңдағанымыз да жақсы көйлек. Әуре болып қайтесіз деп жауап қатты баласы. Жоқ, ең әдемісін таңдауым керек. Әрі құлағына тағар сырғасы мен жүзігін де алып бергім келеді. Сен алаң болма. Жұмысыңды жасай бер. Өзіміз бітіреміз деген Айшаға баласы қарсылық білдірмеді. Жедел жасалған отаның бірнеше сағат созылғаны. Ота залынан шыққан аңсаттың аяқтары өзіне бағынар емес. Шаршағанын енді сезді. Босансуға болмайды. Науқастың жағдайын бақылау керек. Жұмыс үстелінің суырмасын ашты да телефонын қолына алды. Дыбыссыз режимдегі телефонына келіп түскен қоңырау мен хабарламада есеп жоқ. Соңғысы Гүлназдан. Жұмыстан соң кешкі асқа барамыз дегені есіне түсті. Тағы да өкпелейтін болды деген ойлармен телефон нөмірін тере бастады. Ұзақ дыңыл болғанмен жауап жоқ. Түсінікті, ертерек ескертпегенімдай. Хабарламаларды оқи бастады. Не жұмыс, не мен. Келесі жолы кешірмеймін дегенді оқып басын шайқады. Жұмысымды сенің еркелігіңе айырбастай алмаймын. Түсінетін уақытым болған секілдеді деп күбірлетте қойды. Телефонын қалтасына салып, науқастың жағдайын бақылауға кетті. Есік алдында тоқтаған таксидің есігін аша бергенінде Алуа, тоқташы деген жасқаттың даусынан кідіріп қалды. Айшаның алдына су толы стақанды қойған әкімші қыз. Айша ханым, көйлектерді шығара берейік пе деген сұрағын қойды. Асықпаңыз, бикешіміз кешігіп жатыр деп керілген Айшаның телефоны безілдей жөнелді. Алло деп жауап бергенше тұтқаның ар жағындағы абзалдың ауруханаға тез жет, баламыз апатқа ұшырады деген сөзін естіген сәтте телефоны сырғып жерге түсті. Балам, бұл қалай болғаны? Деп күбірлеген Айша құлап бара жатты. Аңсат Ермекұлы, аудандық ауруханадан ауыр халдегі 2 науқасты әкеле жатыр. Жарты сағаттың жобасында жетеді. Ота залын дайындай беру қажет болар деген бөлім меңгерушісі Алтай Санжарұлы дәрігерлер бөлмесінің есігінен қарады. Жақсы, Алтай Санжарұлы, менде жағдай орын алған, білесіз бе? Деген Аңсат орнынан көтеріліп, бөлім меңгерушісіне қарсы жүрді. Ота залдарына дайындық аяқтала бере, аурухананың ұзын дәлізінен тарсылдаған каталка даусымен жүгірген аяқ дыбыстары естіле бастады. Аңсатта есік алдында тосып тұрған алғашқы каталканы тоқтатты. Бет-аузын қан жуып кеткен жігіттің ыңырсығаны ғана естіледі. Аңсат Ермекұлы, жігітті өзіңіз қарарсыз. Екінші науқасты өзіме қалдырыңыз деген Алтай Санжарұлы жанындағы санитарларға белгі берді. Зырылдаған 2 каталка 2 ота залына бөлінді. Есіктері тас жабылып, тыныш ота жүруде деген жазу көрінді. Аурухана алдында бірін-бірі сүйеген 2 жан табалдырықтан аттамастан тұрып қалды. Біраздан соң дәліздегі орындыққа жайғасқан екеуі отырған орындарынан ота біткенше тапжылмады. Айшаның ауыр күрсінісі
жан күйзелісін білдіргендей. Нар тұлғалы Абзалдың да еңсесі түсіп кеткен. Жалғыз баламның қайғысын көрсете көрме деп сыбырлайды. Дәл осы сәтте Алуаның жадайына алаңдаған нағашы ағасы Қайрат пен жеңгесі Шынар да келіп жетті. Дәліздегі төртеуінде үн жоқ. Хабар білетін ота аяқталмады. Көткеннен басқа амал жоқ. Қанша уақыт өтті. Кенет бір залдың жарығы сөніп, есігі ашылды. Аңсат екен. Барлығы өре түрекелді. Бері жақындатты. Жігіттің есімі деп сұраулы жүзбен қарады. Жасқат, баламның есімі Жасқат деп жауап қатқан Абзалға. Жасқаттың жадайы орташа ауыр. Қолымыздан келгенді аямадық. Ендігі 24 сағаттан өтсе, барлығы жақсы болады. Сауығып кетуіне тілекшімін деп кері бұрылды. Ал Алуа-ше деген Шынар шырылдап қоя берді. Екінші есікке көз салған Аңсат оты әлі аяқталмаған секілді. Дәрігері бәрін хабарлайды. Күтіңіздер деп кете барды. Осы қыз кінәлі. Барлығына кінәлі осы қыз. Балама қайдан жолыққан деп сөйлеген Айшаның даусына ащы шықты. Ағасы мен жеңгесі жалт қарады. Не дейсіз? Кінәлісініз? 30 алдында жатқан қыздың қандай жазығы бар? Деген Шынар Айшаға апты қарады. Даусы дір-дір етеді. Оның өзін шақырдым. Баламды ерттеген жоқпын. Ол көлікке мінбегенде бұлай болмас еді деп қайта бастаған Айшаға ызғарлана қараған Абзал. Доғар, жап аузыңды деп жегіп тастады. Айша бұдан кейін тіл қатпаса да өз-өзімен күбірлей берді. Жүріп отырайық деп Айшаға орындықты нұсқаған Абзал алға түсті. Қайтадан орындыққа жайғасқан төртеуі үнсіз қалды. Жарты сағаттың шамасында екінші залдың да жарығы өшті. Қайрат пен Шынар орындарынан көтеріліп қарсы жүрді. Абзал да қалыс қалмады. Жақын келіп, қол беріп амандасты. Абзал Нұртайұлы, балаңыздың отасы аяқталған секілді. Дәрігерден жадайын біліп берейін. Ал мына қарындасқа келетін болсақ деп үнсіз қалды. Аға, айта беріңіз деген Қайратқа. Сіз кім боласыз? Ағасыз ба деп сұрай қарады. Анасының інісімін, яғни нағашы ағасымын. Мына жан жұбайым, анасы ауылда. Бүгін жете алмады. Хабарды естіп біз келдік, деді күмілжи. Ота ауыр өтті. Жадайы да өте ауыр. Көп зақым алған. Барлығы оянған соң белгілі болады. Әзірге айтарым осы. Қолымыздан келгенді жасаймыз деген Алтай Санжарұлы көзілдірігін түзеп қойды да. Бүгін жансақтау бөлімінде болады. Үйлеріңізге қайта беріңіздер. Күткенмен ештеңе жасай алмайсыздар. Хабар болса өзіміз телефон соғамыз. Мен барайын деген күйі кері оралды. Аңырайған төртеуі төрт бұрышта тұрып қалды. Арада 2 күн өтті. Бұл жолы аурухана дәлізінде төртеу емес 2 жан бар. Бірі жасөспірім болса, бірі жан жағына алаңдаған Егделеу апай. Бұлар Алуаның бауыры мен анасы еді. Жасқаттың жадайы жақсарып, палатаға ауыстырған. Ал Алуа әлі оянар емес. Анасын шиқылдаған аппараттардың арасында жатқан қызына кіргізді. Басы тұтасымен ақ тәкеге оралғандықтан ба, Алуаның қара торы өңі ағарып кеткендей. Маңдайынан сипаған анасы палатадан үнсіз жылап шықты. Дәрігерлер ашығын айтпаса да, Алуаның қайта оянарына сенбейтін секілді. Көз жанары жәудірей қараған анасына оянғанын күтейік деген Алтай Санжарұлының сөздері сенімсіз шықты. Тек күту. Аурухана дәлізінде сенделіп, күтіп отырғаны да 2 күн болды. Қашанға дейін күтеді. Көз жасы да құрғап кеткендей, тек ақлеп-ұқлеп күрсінумен болады. Жасқатты да, оның ата-анасын да көрмеді. Олар да мұны іздеп келмеді. 1-2 рет Жасқат жатқан палатаға барғысы келіп, оқталғанымен
өзін өзі тоқтатты. Барғанда не дейді? Хабар естіген күні жете алмаған. Ауылдан шығар көлікте жоқ. Қайраттан келер қоңырауды күтті. Ота аяқталды. Алуа есін жимады. Дегенді естіп, көз жасын бір сығып алған. Келесі күні қалаға жеткенмен жақсы хабар ести алмай, ана көңілі алаңдаулы. Құлыным, көзіңді ашшы, деп күбірлеп алды да, қобыраған шаштарын орамал астына итереді. Бұл келді деп ешкім шығып қарсы алмады. Тіпті қызының хабарын айтпай, жанын қиналтқан. Бүгін шыдамады. Қасынан өтіп бара жатқан медбикенің қолынан ұстап, жалына үн қатқан. Мұны аяды ма? Көзілдірікті дәрігерді ертіп әкелді. Ол да жартып ештеңе айтпады. Бар жасаған жақсылығы қызына кіргізгені болды. Оған да шүкір. Бүгін ауылға қайтқаны жөн болар. Ертең не арғы күні қайта келер. Есін жиған жасқат қайда жатқан аңғара алмады. Денесі зіл батпан, ұрып тастағандай. Қолын қозғалтуға тырысқанмен әлі келмеді. Сөйлегендей болғанымен өз даусы өзіне естілмеді. Жанындағы жан мұндағы қимылды байқаған тәрізді. Ояндыңыз ба? Деп үңіле түсті. Көз алдының бұлдыры басылып, айналасын анық көре бастады. Ақ халатты жігіт мұның қан қысымын өлшеп, сатурасын тексерді. Қолын әрі-бері жүгіртіп, көзбен қарауын өтінді. Тізесін бүгіп, темірімен тоқылдатты. Тексерісін аяқтаған секілді. Қасындағы медбикеге Алтай Санжарұлына науқастың оянғанын хабарлашы, деді де өзіне қайта бұрылды. Өзіңізді қалай сезінесіз? Деп қойған сұрағына жауабын тоспастан сөзін жалғастырды. Отадан соң ауырсынулар болады. Медбике ауруды басатын дәрі салады. Жарайсыз, еңбегімді ақтадыңыз, сауығып кетіңіз деп жылы жымиып қойды. Жансақтау бөліміне алқынып меңгеруші жетті. Аңсатжан, жағдайы қалай? Деді кіре кірместен. Бір қалыпты. Қосымша тексерістен өткізгеніміз дұрыс болар. Қанша дегенмен бауыр зақымданды ғой, деген аңсат тігілген жердің айналасына көз жүгіртті. Оның дұрыс, деді де жасқат қарады. Қалайсың жігітім? Бізді де ата-анаңды қорқыттың. Абзал Нұртайұлына қоңырау шалып қуантып қояйын деп телефон алды. Бір мезет есіне түскендей аңсатқа бұрылды. Бас сүйекті де тексеруді ұмытпа. Жырылған жерлері бар деп қосымша тапсырма берді. Тексерісін аяқтаған аңсат дәрігерлер бөлмесіне бет алды. Жұмыс уақыты аяқталса да қайтуға сықпады. Айтпақшы, екінші науқастың жағдайы қалай екен? Алтай Санжарұлы өз бақылауындағы науқастарға басқа дәрігерлердің араласқан мақұлдамайды. Шекарадан аттамаған жөн болар. Мұның ойын оқығандай, медбике Самалдың келе қалғаны. Аңсат Ермекұлы, жансақтау бөліміндегі науқасқа қатысты өзгертулер қосасыз ба деген сұрағына әзірге қосарым жоқ. Ертеңгі қан талдауынан соң белгілі болады деп жауап берді. Есікті ақырын жаба берген медбикеге Самал апа, тоқтай тұрыңызшы деп дыбыстады. Аңтарыла қараған медбикеге екінші науқастың жағдайы қалай деді. Байғұс қызға обал болды, есін әлі жия қоймады. Әп әдемі бойжеткен екен. Оянған күннің өзінде мүгедек болу қаупі бар сияқты, деп күрсінген медбике артық сөйлеп қойғанын аңғарды ма? Аңсат Ермекұлы, мен айтпадым. Сіз естімедіңіз, барайын деп шыға жөнелді. Орнынан тұрып, терезеге жақындады. Айнала қара өтіп, күннің көзі ұясына қонғалы қашан. Көше шамдары да өз қызметтерін мүлтіксіз атқаруда. Күн сәулесінде жарық бермесе де, айнала жарқырап тұр. Шам жарығына шағылысқан асфальт үстіне сары жапырақтар төгіле бастапты.
демек алтын күздің келіп жеткені. Осы сәтті ұнататын аңсат терезеден көзін алмай көп тұрды. Ойына медбикенің сөзі оралды. Байғұс қыз ішінен қайталай берді. Сол бойжеткенді көргісі келді. Мұны да алғашқы махаббатынан ажал айырған болатын. Есіне алғысы келмейтін естелік еді. Бүгін еске түсіп, жүрегін ауыртты. Ех, асылым, жаның жанатта болсын, деп күрсінді. Ол да осылай көлік апатынан аман қалмаған. Аурухана табалдырығын тоздырып, дәрігерлерден мардымды жауап ала алмаған күні ызадан жарылып жылаған. Сол күні бұл жаңа шешім қабылдады. Архитектураның бірінші курсын аяқтады да, оқудан шығып кетіп, медицинаға бағыт алды. Өкінбейді. Мына бойжеткенді де құтқаруға болмай ма? Келесі күні палатаға ауыстырғанда алып ұшып ата-анасы жетті. Анасының жылауы тоқтамады. Әкесі де күрдеп кеткендей. Жазғаттың ата-анасына қойған алғашқы сөзі алуа болды. Балам, сол қыздың атын айтушы болма. Барлығы соның кесірінен, деген анасы дереу көз жасын тыйып безеріп шыға келді. Айша деген әкесі сөзін бөліп жіберді. Балаң оянды, соған шүкір етпейсің бе? Жазығы жоқ жанды жазғыра беруді қой. Онсыз да есін жия алмай жатыр, деген Абзалдың даусы күңіреніп шықты. Бірінші бөлімнің соңы жалғасы бар. Зейін салып тыңдағандарыңыз үшін рахмет.